Ассалаумағалейкум, құрметті каналымыздың көрермендері. Неге видео жоғалып кетті, неге тоқтап қалдыңыздар деген адамдарға. Өткен аптада үлкен шараларымыз болды, сол уақытта түсірілім тобымыз тоқтап қалды. Бірақ та сол шараларымыздың бірі аналар кеңесінің төрағаларымен, мүшелерімен бесік жыр атты өткен дәстүрімізді көрсететін, ұлттық өзіміздің қазақилығымызды көрсететін шара өтті. Соны сіздің назарыңызға ұсынатын боламыз. Ендеше назарымыз экранда болсын. Бастау алып жалғасын тауып жатқан Ана Әлдей республикалық байқауының турына қатысу үшін біздің мынау әженің, ананың бесік жырын естіп өскен бала ұлтжанды болып өседі. Енді осы біздің Батыс Қазақстан облысының аналар кеңесі Қазақстан Халқы Ассамблеясының республика бойынша насихаттауда, қазақтың салт дәстүрін насихаттауда жоғары орындардан көрінеді ғой деген ниеттеміз. Ол өскелең ұрпақ үшін Шалқымақайлардың өзіңіз, Жуан Санғалиқызы екеуіңіз бастаманы алып, қоғамдық келісім ұжымы қол белгі, үлкен белгі, құрмет көрсетіліп отыр. Енді бұдан ары қарай да осы аналар кеңесінің жұмысында біздің ағайын орталығы Құрметті қауым, бүгін аналар кеңесінің мүшелері біз болашақ аналарды, жастарды осы бесік жырын насихаттау үшін, халқымызға кең тарату үшін бесік біздің халқымыздың салт дәстүрінің бірі осы. Алғы қазақта айтады, бесіксіз үйде кім дейді? Төре де басы еді дейді. Төріңде бесік тұрса, төре де. Тек қана баланы ұйықтату үшін емес, бір мүлік ретінде, қазына ретінде, кәусар бұлақ ретінде орнын ашып беріп отыр. Біздің осы құрал саймандарменен, жабдықтарменен сазды сөзі біздің салт дәстүрімізді сол кеше салмас бұрын өздеріңіз білесіңдер, бесікті аластату керек. Неге аластатады бесікті? Дұрыс айтасыңдар. Нағыл дейтіні қара. Алас, алас, тіл көзден алас. У бардың уынан алас дейді, көз бардың көзінен алас дейді. 30 омыртқадан алас. Алас, алас. Қалайда пәле жағдайдан қалас дейді. Мінекей, мына бесікті аластаттық, енді бесіктің құралдарыменен, жабдықтарыменен таныстырайық. Ал айтыңдаршы балалар, неден тұрады? Бесік негізі ағаштан жасалады. Бұл бізде арқалық деп аталады, немесе арыс, немесе билағаш деп атайды. Оның ұзындығы 70-75 сантиметр болады. Ал бұл бізде бөген деп аталады. Бөген ол жастың мінсіз жоны керек. Жақтаудан астында тұрған ол сабау болып табылады. Сабау ол жұмыр ағаштан жасалады. Жұмырға көлденең келген, бұл жерде біздің оның астында шықпа болу керек. Ол көлденең келіп орналасады. Ал бізде бұл тақтай, баланың төсегі, я болмаса түбек орналасатын бөлігі болып табылады. Ал енді құрал жабдықтарын айтайық. Неден тұрады? Салған қап қойылады. Және де осы түбектің түбіне арнайы күл себіліп қолданылады. Неліктен салады? Себебі жаңағы дәрет, баланың дәреті жаңағыдай еш шықпас үшін сол арнайы түбектің түбіне күл сеуіп қойылады. Жақсы. Тағы неден тұрады балаларға? Қайда? Келесі шүмек. Сүйектен жасалады. Ол микробтарды өлтіреді, балалардан қорғайды деп санаған қазақ халқымыз. Оны айрықша аппақ қылу үшін сүтке қайнатып алады. Сүтке қайнатып алады, дұрыс айтасың. Так. Ал сосын көрпе. Мынау не? Так. Бесік көрпе деп аталынады, солай ма? Сосын мынау не? Жастығы. Жастығы. Сосын айта бер. Қолбау. Қандай? Мынау қолбау. Тізебау. Тізебау. Жаялығы. Және баланың жаялықтар болады баланың. Так.
көрпешесі де бар мынарада. Ал енді тағы да бір қазақтың үлкен ырымы бар. Бесікке баланы жатқызбас бұрын көрсететін. Қандай ырым бар тағы да? Бесік. Мынау Не қалып қойды? Үкісі. Тіл көзден сақтасын деп, көз тимесін деп үкісін тағады. Және ер баланың жастығының басына шошымасын деп бәк салады, ал қыз балаға айнаменен тарақ салады. Әдемі болсын, әдепті болсын деп, солай ма? Әдемі болсын, әсем болсын. Яғни бала дүниеге келгеннен бастап, бесіктен бастап баланы әдемілікке, әсемдікке тәрбиелеген. Бәкісісін алады сосын, солай ма? Айта қойш, қандай ырым жасайды? Дүниеге жаңа келген сәбиді бесікке бөлу рәсімінде орындалатын ырым кәделердің бірі, негізгі мақсатының бірі жаңа туған нәресте шақалақтың өмірі осы бесіктен басталуы, тал бесіктен басталуы, және өміріндегі басты мәселелердің бірі тек ана сүтін еміп қана емес, сол ана сүтін бойына сіңдіріп, күш қуат қылып таралуы болып есептеледі. Сонымен қатар перзент сүйе алмай жүрген келіншектер сәбилі болсын, жұғысты болсын деген мақсатпен осы тұштырма тәттілері таратылады. Жақсы. Тұштыма? Алып бере қойды. Қыздар алып бере қойды. Астынан келіп алу керек. Ал, кел, ырым мынау. Жақсы, тұштыма. Тұштыма, бер ана. Тағы да, қыздар, келіңдер. Тұштыма. Так, бере ғой. Ана, Рүстем ағаңа бер. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Екі көз әжесін таныйды ау деймін бізре. Әжесін таныйды ау деймін осы. Бірінші аяғынан бастайды. Ал сендер көмектесіңдер енді, келіңдер. Әгөлі аяғынан бастайды. Маған бере ғой. Ал, қазір бесік жырын айтамыз қазір. Сен жатасың қазір. Әжесіне қатты қарап атыр мұнау. Әжелер неғып атыр, мен деп атыр ғой. Бәрі әжелер жабылып атыр деп, апалар бар. Ал енді осы бала бесікке бөленді. Қайсы? Соны астына қайтқан шешіп қашып. Сендер қарап отырыңдар шеш. Менің көзім жоқ. Әкел. Қайда? Мына жерден шығады. Тұр. Бесікке баланың аяғы дүзі болады дейді. Бала тез тілі дамиды дейді. Себебі ұйқысы тыныш болады дейді. Себебі анасы менен әжесінің әлдейін естіп, бесік жырын тыңдап өскен бала әрине өте бақытты. Біз қазір енді Раушан айналайын. Бесік жырын бастайық. Біз мына қараңдаршы, бесікті тағы да қандай нақыл сөздерді білесіңдер. Бесікті, қандай бесікті? Бос бесікті тербетуге болмайды дейді. Сосын не істеуге? Саудалауға болмайды дейді. Негізінде бесікті нағашылары әкелген. Бесікті әкелген нағашылары. Тағы да мына бесікті ашық тастама дейді. Ашық қалдырма дейді. Ашық қалдырмау үшін мінекей жабу болған неше түрлі. Қандай жеті зат міндетті түрде болу керек бесіктің жанында? Қандай? Ей жаны. Қамшысы. Неге қамшы болған? Үзеңгі кімге тартсын дейді? Батыл болсын. Ешкімнен қорықпасын дейді. Ата әжелеріне тартсын дейді. Әулеттің үлкен ақсақалдарына тартсын дейді. Негізінде бұл үлкен тәлім тәрбиенің қайнар бұлағы деп айтып отырмыз ғой.
Ал мына біздің бөпеміз көрдіңдер ма? Ұйықтағысы келмей жатыр. Бесік жыр басталмаса болмайтын сияқты. Раушан, бесік жырын басташы ағам. Мынаның бетін жабайын десем, бесік жыры дегеніміз халықтық тәрбиедегі ұлттық біздің дәстүрлеріміз, ұлттық тәрбиеміздің мәйегі, алтын мәйегі болып есептеледі. Бесік жырының өзі бірнеше түрге бөледі. Халықтық дәстүрдегі және суырып салма дәстүрдегі бесік жыры. Суырып салма деген бұрын әжелеріміз қара өлеңге салып, ойдан құрастырып, шебер орындап, баланың ұйқысының тыныш болуына орындаған. Дәстүрлі деген арнайы сол кездегі ақын жырауларымыздың жазып қалдырған өлеңдерінен құралған. Мен бүгін сіздерге дәстүрлі бесік жырының түрінен айтайын. Сәбиіміздің ұйқысы тыныш болсын. Әннің сазына ілесіп, тәтті ұйқыға бата берсін. Бастай бер. Әлди бөпешім, ақ сүтімді берейін, бесікемен бөлейін, ұйықтай қойшы боташым, егигай-егигай-оу, егигай-егигай-оу, ұйықтай қойшы боташым. Әлди бөпешім, әлпештейін көкешім, тербетейін жата ғой, тәтті ұйқыға бата ғой. Егигай-егигай-оу, егигай-егигай-оу, ұйықтай қойшы ұйықтай қойшы. Рахмет. Ал енді жаңа бесік жырының түрлері көп дедік қой. Тағы бір түрін мынау Маншүк әжесі айтып берсін. Өзінің немерелерін айтып жүрген. Ал енді мынау бүгін бесікке салынып жатыр екен, бесікке жатқан бала бесіктейді деген де бар қазақта. Біз енді әжелеріміз бен мамаларымыздан тыңдап өскен әніміз. Айналайын ақ балам, ақ бесікке жат балам, әнін тыңдап әженің, ұйықтай қойшы жан балам. Әнін тыңдап әженің, ұйықтай қойшы жан балам. Ер намысын қорғайтын, батыр болшай балашым. Ер намысын қорғайтын, батыр болшай балашым. Ер намысын қорғайтын, батыр болшай балашым. Ақ сүтіндей ананың, адал болшы балашым. Бәрінен де саналы, адам болшай балашым. Бәрінен де саналы, адам болшай балашым. Адам болшай балашым. Рахмет, рахмет. Ысылап атыр. Жаңа өздеріңіз екі түрлі бесік жырын тыңдадыңыздар. Соның сөзінде әрқайсында өзіндік өзіндік мағынасы бар екен.
естіп отырсыңдар. Бұрынғы кезде мысалға жас келін алыстан келген өзінің үйін сағынған, сондықтан сол сағынышын суырма дейді ғой, бесік жырлары деген. Сол сағынышын естіртіп айта берген балаға. Бала соны естіп, тыңдап, анасына мен өзімнің еліме барсам екен, қашан барам екен деген сөздерді естіп, баласына қамқоршы болған, аяйтын болған. Шындығында менің мамам еліне қашан барады екен, барса екен дегендей ой түсетін. Мінекей, біз бесік жыры тек қана баланы ұйықтатушы емес, бесік жыры ол жалпы баланың тілін дамытып, өзін есейгенше сол ананың ақ сүтін қалай дәмін ұмытпайтын, ананың мейірімін, махаббатын жүрегіне сезінетін, нәр беретін қаусар бұлақ екендігін ұмытпауымыз керек. Өкінішке орай, соңғы уақытта бесік жыры тыңдалмай жүр, айтылмай жүр бесік жыры. Осы республикалық ана әлдие конкурсының негізгі бастамасы да сол болар. Бесік жырын насихаттау. Қазіргі кезде перзентханаларда бала туғаннан кейін жақсы әуен музыкалар қоятын болған. Енді мен ойлаймын, сол әуендердің орнына біз бесік жырын қойсақ қайтеді екен. Бесік жырын қояйық. Бесік жырын тыңдап өскен біздің қазақтың ұлы менен қыздары, қазақстандықтардың тілі өздерінің ана тілінде шығатындай, жүрегіне жақсылық ұялайтындай, ата-анасына деген, анасына деген, анасының ақ сүтін еміп, соның қайтарымын сезінетіндей, жүрегіне жылылық ұялайтындай біз жағдай жасайық дегім келеді. Сондықтан да бүгінгі біздің сіздердің алдарыңызға қойып отырған бесік жырын насихаттау негізінен мынау жастар үшін, болашақ аналар үшін. Біз сондықтан өзіміз айтып қоймайық, өзіміз айтқаннан гөрі мынау жастарды қолдайық, жастардың не білетіндігін көрейік деп бүгін міне сіздердің алдарыңызға Орал гуманитарлық техникалық колледждің студенттері, болашақ аналарымыз, жастар келіп отыр. Олардың не білетінін сендер көрдіңдер. Сондықтан жастар, айналайын сіздерге көп-көп рахметімді айтам, ризашылығымды білдірем. Сіздер болашақ анасыңыздар. Бүгінгі қыз, ертеңгі әйел, сосын ана, сосын барып біз сияқты әже болып отырасыңдар. Сол өздеріңіздің өмірлеріңізде бақытты ана болыңыздар. Мен анадан бақытты ана жоқ, бақытты адам жоқ. Аналар бақытты болайық. Балаларымыз бақытты болсын. Рахман-рахим. Бастарыңа бақ берсін, не берседен ақ берсін. Қырда жүрген қыдырды үйлеріңе ап келсін. Уайымдарың жоқ болсын, тамақтарың тоқ болсын. Адал еңбек арқасында ақшаларың көп болсын. Балдар көп болсын, ұл тілегендерге ұл берсін, қыз тілегендерге қыз берсін. Бақытты болыңыздар. Аумин. Айтқаныңыз келсін. Бақытты болсын. Апай, бізде енді бесік, сый, кәде деген бар қазақта дәстүрінде. Алтын құрсақты анаға бесікке салғызған, ел танитын апаға салғызған, ардақты әжелерге бесікке салу рәсімін ұсынған үй иелері аналар. Сондықтан бүгінгі біздің бесікке салған әжесіне мен көтерілмей жатырмын. Бесік жырын орындаған әжесіне, апасына, сен апасың. орындаған апасына сыйымыз бар. Құтты болсын. Мына келіп отырған қыздарымызға жұғысты болсын. Қыздарым, давай, алыңдар. Республикалық ана әлдие ғой, сайыс дұрыс па? Ана әлдие. Сайысымызға болған кезде біз өзіміз ұйықтап кетіп өкшет қалдық жерде. Жүрегіміз елжіреп, ауылда күніміз ойға түсіп деген сияқты. Елдеріңіз сау бұл жүрегінде мейірімдік пайда болады екен. Оны адамның жүрегі елжірейді. Халқымызға қазақтың салт дәстүрін жаңғыртып, қайта орта немере шөберелеріңіз көп болсын. Алла қазақтың еліне ұрпақ көп әкелсін. Осымен
бесік жыр атты шараңызды сіздің назарларыңызға ұсындық. Сіздерге ұнады деген үміттеміз. Бізге тіркеліңіздер, комментарий қалдыңыздар, лайк басыңыздар. Жалпы қазақтығын осындай салт дәстүрімізде көрсетіледі. Сондықтан қолдау білдірейік, әрқашанда бізбен бірге болыңыздар. Жалпы ассамблея қандай жұмыс атқарады, не істейді дегендерге мінекей осындай дәстүрімізді, жалпы көптеген өзіміздің тарихымызды насихаттау бағытында да жұмыс істейді. Ол әрине біздің міндетіміздің бірі. Өйткені ассамблеяда басқа да ұлттарымыз бар, солар да кейде қазақтың дәстүрлерін сұрап жатады, көрсетіп жатады. Сондықтан біздер дұрыс бағыт-бағдар беру бағытында жұмыс істейтін боламыз. Жалпы енді айта кететін жайт, біздің көрермендеріміздің арасында бір 10 жас бір кішкентай бүлдіршініміз бар екен. Ол менің інжегім Әлшерұлы Марлен деген. Марлен, көріп жатсаң сәлем. Тек қана еңбектене бер, биіктен көрін, армандарың орындала берсін. Еңбектеген баладан еңкейген қарияға дейін көрермендеріміз бар екен. Сондықтан сіздерге үлкен сәлем жолдаймыз. Айтпақшы, құрметті көрермендер, егерде алда тағы қандай ассамблея, достық үйі туралы мәліметтер білгіңіз келеді, сол туралы комментарий қалдырып кетіңіздер, біз міндетті түрде жауап беретін боламыз. Ендеше сіздермен бірге болған Қазақстан Халқы Ассамблеясы каналы. Тек қана жақсы күндерде жүздесейік.